Сәлем озат оқушым, бүгін 15-ші сабақ. Мәтін туралы не білемін? Мәтінге тән белгілерді еске түсіріп, дұрыс құрастырылмаған мәтінді өңдейтін боламыз. Бірінші тапсырма: екі бөлікті салыстыр. Қай бөлік мәтін, неліктен, дәлелдеп көр. Бірінші бөлік: жаман адамға да жақсы көзбен қара. Нұрайға тосын сый жасадық. Күлкі көңілді көтереді. Екінші бөлік: Нұрай ибалы, тәртіпті оқушы. Ол үздік оқушылардың бірі. Сыныптастары оны үлгі тұтады. Осы екі бөліктің қайсы мәтін екенін анықтаймыз. Бұл жерде екінші бөлік мәтін болады. Өйткені сөйлемдердің арасында мағыналық байланыс болып тұр, екінші бөлігінде. Осы мәтінді көшіріп жаз. Сөйлемдерді бір-бірімен байланыстырып тұрған сөздердің астын сыз дейді. Бұл жерде сөйлемдерді бір-бірімен байланыстырып тұрған сөз оқушы, оқушылардың және сыныптастары деген сөздер екен. Осы сөздердің астын сызып, мәтінді қатесіз көшіріп аламыз. Келесі екінші тапсырма: берілген сөйлемдерден тиын мәтінін құрастыр. Ол үшін сөйлемдер өзара мағыналық байланыста болсын. Бірінші сөйлем: олар тиынды үнемі азықтандырып тұратын болды. Екінші: тиын саябақта тіршілік етеді. Үшінші: бірде оған оқушылар жаңғақ әкелді. Төртінші сөйлем: тиынның мұнысы балаларға қызық көрінді. Бесінші: тиын жаңғақты тез қағып алды. Енді осы 5 сөйлемді рет-ретімен қойып, мәтін құрастырамыз. Тиын саябақта тіршілік етеді. Бірде оған оқушылар жаңғақ әкелді. Тиын жаңғақты тез қағып алды. Тиынның мұнысы балаларға қызық көрінді. Олар тиынды үнемі азықтандырып тұратын болды. Мінекей осындай тиын жайлы мәтін болып шықты. Біз сөйлемдерді ретімен қойып, өзара мағыналық байланыста болатын мәтін құрастырып шықтық тиын жайлы. Берілген сөйлемдер бойынша мәтінді құрастырып алдық. Енді осы тиын мәтінін құрастыруда сөйлемдердің қандай байланысу тәсілін қолдандың дейді. Бұл жерде сөздердің қайталануы, синоним сөздер және жіктеу есімдіктері деген 3 тәсіл көрсетіліпті. Осы 3 тәсілдің біз сөздердің қайталану тәсілін қолдандық, себебі сөзде тиын деген сөз жиі қайталанады екен. Балалардың әрекетін бағала. Бірінші: олар тиынды қызықтау үшін келді. Екінші: олар тиынге қамқорлық жасады. Біз балалардың әрекетін қалай бағалаймыз? Екінші тәсілмен, бұл жерде олар тиынге қамқорлық жасады. Себебі балалар тиынге жаңғақ алып келді, қолдарындағы жаңғақты қағып алды, соны қызықтап, риза болды. Балалар қамқорлық көрсеткен екен. Үшінші тапсырма: байланысу тәсілдерін пайдаланып, мәтінді көшіріп жаз. Таған көгершіндердің даяр тамақта жылы орнында тұрғанын көрді де, жүнін ақ бояумен бояп, соларға келіп қосылды. Түнде ол өзінің қай жерде екенін ұмытып, өзінше айғай салды. Сонда көгершіндер оның бөтен құс екенін біліп, қуып жіберді. Бұдан кейін таған өзінің жолдастарына келіп қосылды. Жолдастары жүні ақ болған соң танымай қуып жіберді. Осы қалпымен ол көгершіндерге де қосылмай, өз жолдастарына да қосылмай, көрген күні қараң болды. Спандияр Көбеев деген кісінің жазған мәтіні екен. Осы мәтіннің арасына біз байланысу тәсілдерін пайдаланып, ол, оның деген сөздерді қоя отырып оқып шықтық. Енді осы мәтінді көшіріп жазып алыңдар. Келесі мынадай тапсырма: мәтіннің мазмұнына сәйкес келетін тақырыптың қысқаша атауын таңда. Таған көгершіндер көрсе қызар деген. Яғни мәтін мазмұнына сәйкес келетін тақырып көрсе қызар болады, себебі мәтінде таған туралы да, көгершін туралы да айтылады. Бірақ тағанның көрсе қызарлығы жеңіп, көгершіндерге қосылып алғаны басымырақ айтылған, ол жүнін бояп көгершіндерге қосылып алды деп. Яғни таған не үшін ешкімге қосылмай жалғыз қалды? Берілген пікірлердің қайсысы дұрыс деп ойлайсың? Өз көзқарасыңды білдір дейді. Енді біз өз көзқарасымызды білдіріп, соны дәлелдей түсуіміз керек екен. Таған не үшін ешкімге қосылмай жалғыз қалды? Сол бойынша мынадай пікірлер көрсетілген.
Яғни ауырдың үстімен жеңілдің астымен өмір сүргісі келді. Бірінші пікір. Екіншісі, өз туыстары қуып жіберді. Үшіншісі, барға қанағат етпеді. Мен бұл пікірмен келісемін. Себебі деп өзіміз себебін түсіндіріп айтуымыз керек. Екінші, мен бұл пікірмен келіспеймін. Себебі деп осы пікірлердің қайсымен келісеміз, қайсымен келіспейміз. Соларды айтып түсіндіріп өтеміз, иә? Оны былай айтсақ болады екен. Мен бірінші және үшінші пікірмен келісемін. Себебі таған дайын тамақты көздеп, түр-түсін өзгертіп, көгершіндерге қосылды. Алайда ол ойы іске аспай, соңында туыстары да оны қуып жіберді. Барға қанағат етіп, өз туыстарының жанында болғаны дұрыс болар еді. Яғни жаңа мәтінде таған өзінің жүнін аққа бояп, көгершіндердегі дайын тамақты көздеп, сондай айлакерлік жасайды, бірақ ол ойы іске аспай, көгершіндер қуып жібереді. Соңында оның ақ түске боялғанын көрген туысқандары да оны танымай қуып жібереді екен. Енді осы бойынша осы пікірлердің екінші пікірімен біз келіспейміз деп былай айтсақ болады екен. Мен екінші пікірмен келіспеймін. Себебі тағанды туыстары әдейі қуған жоқ. Ол өз қамын ойлап, айласын жүзеге асырмақшы боп үстін бояды. Соңында туыстары оны танымай қуып жіберді. Мінеки біз қай пікірмен келісеміз, қай пікірмен келіспейміз, оның себебі қандай? Соларды айтып, осылай түсіндіріп шықсақ болады екен, иә? Келесі төртінші тапсырма. Көргені бойынша жазып шыққан оқушы қыздың мәтінін ретке келтіріп жаз дейді. Бірде ол балапандарын ілестіріп көлшікке келді. Суға алдымен қаз сүңгіді. Жазда мен қаздың балапандарын қалай шомылдырғанын көрдім. Балапандары да сырғи жүзіп суға сүңгіп шығып жатты. Мен қызыға қарап тұрдым. Мәтіннің қалай болып шықты? Көшіріп жазып оқы дейді. Яғни осы үш бөлікті біз рет-ретімен қойып, дұрыс мәтін құрастыруымыз керек екен, иә? Оны былай жасаймыз. Жазда мен қаздың балапандарын қалай шомылдырғанын көрдім. Бірде ол балапандарын ілестіріп көлшікке келді. Суға алдымен қаз сүңгіді. Балапандары да сырғи жүзіп суға сүңгіп шығып жатты. Мен қызыға қарап тұрдым. Мінеки берілген сөйлемдерді ретімен қою арқылы осындай мәтін шығады екен, иә? Осы мәтінді қатесіз көшіріп жазып аламыз. Біздің бүгінгі сабақ осымен аяқталды, озат оқушым. Каналға тіркелмеген болсаң, тіркелуді ұмытпа. Сұрақтарың болса, комментарий бөліміне жаза кетсең болады. Келесі сабаққа дейін сау бол, озат оқушым.